тіршілік қамымен шапқылап жүргенде, шынайы өмір бізден алыстап кетеді. Өз жауыңды құрметте, өйткені қателігіңді ең бірінші солар байқайды. Өмірдің ең үлкен мақтанышы ешқашан жығылмау емес, әр құлаған сайын қайта тұра білу. Уақытың шектеулі, сондықтан оны өзге біреудің өмірін сүруге жұмсама. Догманың тұтқыны болма, ол өзгелердің ойымен өмір сүру деген сөз. Егер сен мақсатыңды тым биік қойып, бірақ жеңіліске ұшырасаң, сенің бұл жеңілісің өзгелердің жеңісінен әлдеқайда жоғары тұрады. Мұны мәңгі есте сақта, сен де басқалар сияқты қайталанбас тұлғасың. Соңында сенің қанша жас жасағаның емес, сол жылдарды қалай өткізгенің маңызды. Сен бір-ақ рет өмір сүресің, бірақ оны дұрыс сүрсең, бір реттің өзі жеткілікті. Қасқыр қойдың пікірі үшін ұйқысынан безбейді. Кейбіреулер, егер қарсылас әдемі ойнаса, жеңілгеннің айыбы жоқ дейді. Бірақ мен олай ойламаймын, сен аяусыз болуың керек. Бір күні бүкіл өмірің көз алдыңнан зулап өтеді. Сол сәтте оның артқа қарауға тұрарлық болуына тырыс. Гүл сияқты бол, тіпті өзін езіп тастаған қолға да хош иіс сыйлайды. Кім болу қолыңнан келсе, соған айналу ешқашан кеш емес. Дарын бұл сәттілік, ал өмірде одан да маңыздысы батылдық. Беделіңнен бұрын өз мінез құлқыңа көңіл бөл. Өйткені мінез сенің шынайы болмысың, ал бедел өзгелердің сен туралы ойы ғана. Жүзіңді күнге бұр, сонда көлеңке артыңда қалады. Өмір қиын жағдайлардан емес, тек мағына мен мақсаттың жоқтығынан төзгісіз болады. Жағадан ұзауға батылың бармаса, арғы бетке ешқашан жүзіп өте алмайсың. Жетістік бұл құлшынысты жоғалтпай, бір жеңілістен екінші жеңіліске қадам басу. Кешегі күн тарих, ертеңгі күн жұмбақ, ал бүгін Құдайдың сыйы. Сондықтан біз оны present, осы шақ сыйлық деп атаймыз. Мен күшті болуға, бар күшімді идеалдарыма қызмет етуге арнаған кезде, бойымдағы қорқыныш маңызды болмай қалады. Көп жаттығу жасау, сенің мықты екеніңнің өлшемі емес, ол сені мықты қылатын себеп. Жеңіліс бұл бәрін жаңадан бастау мүмкіндігі, тек бұл жолы әлдеқайда ақылмен бастайсың. Маған айтсаң ұмытып қаламын, көрсетсең есімде сақтаймын, ал мені араластырсаң үйренемін. Көптеген жеңіліске ұшырағандар беріле салған сәтте жеңіске қаншалықты жақын тұрғанын білмеді. Арқанның ұшына дейін сырғып барсаң, сол ұшына түйін түйде, берік ұстанып тұр. Жұмылған жұдырықпен қол алыса алмайсың. Болашақ өз арманның сұлулығына сенетіндердікі. Әлемдегі ең тамаша нәрселерді көруде, ұстауда мүмкін емес, оларды тек жүрекпен сезіну керек. Бақытты адам өзгелерді де бақытты етеді. Сені үздіксіз басқа біреуге айналдырғысы келетін әлемде өз-өзің болып қалу ең үлкен жетістік. Теңізден кең аспан, аспаннан кең адамның көңілі. Өмір бұл бірінен соң бірі келетін сабақтар, оны тек бастан өткергенде ғана түсінуге болады. Сенің өз ақылың, өз аяғың бар, кез келген уақытта өз бағытыңды таңдап, арманыңа қарай нық қадам баса аласың. Өмір ешқашан тең болған емес, бірақ көбіміз үшін бұл теңсіздік жақсылық болуы мүмкін. Күн шуағында өмір сүр, теңізде жүз, табиғаттың таза ауасымен тыныста. Тек дұрыс жасағанға дейін емес, қателесу мүмкін болмайтын деңгейге дейін жаттық. Мейірімділік саңырау еститін, соқыр көретін тіл. Бір істі тым ұзақ ойлансаң, ол ешқашан іске аспайды. Егер мүмкіндік есігіңді қақпаса, сол есікті өзің орнат. Батылдық бұл тек алға жылжуға күштің болуы емес, күшің таусылғанда да тоқтамау. Егер жеңілмейтініңді білсең, бәрібір сондай күшпен еңбек етер ме едің? Өмірдегі ең үлкен қателік, қателесуден қорқып өмір сүру. Біз тек адасқан кезде ғана өзімізді таба бастаймыз. Бүгін өзгелер істегісі келмейтін істі істесең, ертең өзгелер қол жеткізе алмайтын биікке жетесің. Ең маңызды нәрселерді айту өте қиын, өйткені сөз олардың қадірін түсіреді. Қиындық өмірді қызықты етеді, ал оны жеңу өмірді мағыналы етеді. Бір сағаттық бақыт десең, мызғып ал. Бір күндік бақыт десең, балық аула. Бір жылдық бақыт десең, мұраға ие бол. Ал өмір бойғы бақытты қаласаң, өзгелерге көмектес. Есте сақта, бақыт бұл межелі жер емес, ол ұзақ сапардың өзі. Арманның күші мен адам рухының ықпалын ешқашан бағалама. Әрқайсымыздың бойымызда ұлы армандарды іске асыруға қабілет бар. Егер бір нәрсе ұнамаса, оны өзгерт, өзгерте алмасаң, оған деген көзқарасыңды өзгерт. Ештеңе істемей отырғаннан көрі, қателесіп жүріп сүрген өмір әлдеқайда артық және мағыналы.
азаптан қорыққан адам сол қорқынышы үшін азап шегіп үлгерді. Бізді шындық емес, көбіне өз қиялымыз қинайды. Үнсіздік ең қуатты айғай. Мен бұрынғы білетінімнің бәрін жоғалттым, бірақ әлі танып үлгермеген жаңа өмірге ие болдым. Өзіңе қаламайтын нәрсені өзгеге жасама. Тәңір пендесіне үлкен міндет жүктерде, алдымен оның рухын шыңдап, тәнін қиындыққа салады. Сөйтіп оның қабілетін арттырады. Бақыт сыртқы әлемнен емес, адамның ой санасынан бастау алады. Ешқашан қателеспеген адам жаңа ештеңе бастап көрмеген. Сен өмірге дара болып келдің, ендеше неге қарапайымдылыққа бой алдырасың? Тек армандай білгенде ғана оған жете аласың. Ешкім мінсіз емес, қарындаштың ұшында өшіргіш болатыны да содан. Өзгерісті өзгеден немесе басқа уақыттан күтпе. Біз сол күткен адамдармыз, біз сол іздеген өзгеріспіз. Әрқашан өз-өзіңнің үздік нұсқасы бол, біреудің көшірмесі болма. Егер талпынып көрмесең, мүмкіндіктің 100 жоғалттың деп есептей бер. Ол естеліктердің жаманды өшіріп, жақсыны асырып жіберетінін білмейтіндей тым жас еді. Осы бір тылсым қасиеттің арқасында ғана біз өткеннің ауыр жүгін көтере аламыз. Өмір біз ойлағандай тамаша емес, бірақ біз қорыққандай жаман да емес. Тек өз-өзіңнен озғанда ғана шынайы жетістікке жетесің. Сәтсіздік ақырғы емес, жеңіліс, өлім емес, ең маңыздысы алға жылжуға деген батылдық. Жетістіктің кілті зейін, төзімділік және тынымсыз еңбек. Егер өзіңе сенсең, бәрі де қолыңнан келеді. Бір адам әлемді өзгерте алады, бірақ ол тек өзіне сенгенде ғана мүмкін. Жетістік батылдықты, табандылықты және шешімталдықты қажет етеді. Ойдың анықтығы қара жұмыс дегеннен әлдеқайда маңызды. Дұрыс ниет шынайы нәтижеден әлдеқайда маңызды. Дұрыс бағыт таңдау еңбектен маңызды, дұрыс істеу істі дұрыс істегеннен маңызды. Табандылықтан асқан құндылық жоқ. Ең үлкен жеңімпаз, жеңілістен қайта тұра білген адам. Іс-әрекет арманның кілті. Болашақтағы бейнен қазіргі еңбегінде жасырулы. Тағдыр бізге үмітсіздік шарабын емес, мүмкіндік тостағанын ұсынады. Сондықтан тағдырыңды қорықпай, қуанышпен қабыл ал. Пессимист әр мүмкіндіктен қиындық көреді, оптимист әр қиындықтан мүмкіндік көреді. Қиындық әлсізді жастады, мықтыны шыңдайды. Қай жерде көлеңке болса, сол жерде жарық бар. Мен қазір бар күшіммен жүгіріп келемін, тек кезінде үлкен үміт күттірген сол бір өз-өзіме жету үшін. Жеңіліс саған қайта жиналуға, сабақ алуға және алға жылжуға уақыт береді. Шыңды көздеген жамбел ортадағы әдемі гүлдерге қызығып, жолын тоқтатпайды. Есте сақтау керек нәрсені сақта, ұмыту керек нәрсені ұмыт. Өзгерте алатын нәрсені өзгерт, өзгермейтінді қабыл ал. Тек тозақ отынан өткендер ғана жұмақ орнатуға күш табады. Тек қана жаны жараланған саусақтар уақыттың қасарысқан әуенін орындай алады. Еркі мықты адам кез келген қиындықты жеңеді. Мүмкін сенің еңбегің еш кетіп жатқандай көрінер. Бірақ күмәнданба, сен күн сайын шыңға жақындап келесің. Бүгін шың әлі алыс болғанымен, сен бүгінгі еңбегің арқылы ертеңгі биікті бағындыратын күш жинадың. Егер жеңіске деген жігерің мықты болса, сәтсіздік сені ешқашан жыға алмайды. Кім өмірмен ойнаса, ол ештеңеге қол жеткізбей. Кім өзіне қожа бола алмаса, ол мәңгі құл болып қалады. Өмірге деген көзқарас мынадай болуы керек. Ең үлкен үмітпен қарау, барынша еңбек ету, және ең нашар жағдайға дайын болу. Арман жолында ешбір жүрек жараланбайды. Сен бір нәрсені шын қаласаң, бүкіл ғалам саған көмекке келеді. Адасқан сәтте өзіңе нық сеніммен айт, мен сол кездегі арманымды әлі ұмытқан жоқпын. Өзгеден озу, ұлылық емес, шынайы ұлылық, кешегі өзіңнен озу. Жауынгер тікенекке толы жолмен жүреді. Мықты сенім мықтылардың жүрегін жаулап, оларды одан әрі күшейте түседі. Тек бір бағытқа қарай еңбек етсең, бәрі де қолайына келеді.